қызметкерлерді қосу жолын қарастырамыз. Алдымен менің ұйымым қызметкерлер бөліміне өту қажет. Ашылған бетте қызметкерді қосу батырмасын басамыз. ЖС-ін енгіземіз, ары қарай батырмасын басамыз. Сол кезде 1414 нөмірінен қызметкердің ұялы телефон нөміріне жеке деректерге қол жеткізуге сұраныс жіберіледі. Сол сұранысқа 511 деп, яғни иә деп жауап беру қажет. Қызметкер өзінің келісімін бергеннен кейін сізге ЖС-ның қайтадан енгізіп, ары қарай батырмасын басу қажет. Сол кезде сіз қызметкердің толық жеке деректерін көресіз. Содан кейін сізге қызыл жұлдызшамен белгіленген барлық міндетті өрістерді толтырып шығу қажет. Және қызметкердің құжаттарын енгізу қажет. Біріншісі ол еңбек шарты, ары қарай диплом немесе сертификат. Содан кейін алғашқы көмек көрсету туралы құжаттарды енгізесіз. Соңғысы сотталған немесе сотталмаған туралы мәліметтерді енгізесіз. Ең астында нарко-психо-тубдиспансерлерден ақпарат көресіз. Мәліметтерді жаңарту қажет болса, мәліметтерді сұрату батырмасын басасыз. Сақтау батырмасын басасыз. Қызметкер қосылды.